Таиф қаласындағы аралар. Құдайберді Беғажар. Сүйікті балалар, бал жегенді ұнатпайтын адам жоқ шығар сірә. Жасы үлкен аға-әпкелеріміздің, әке-шешелеріміздің сөзіне құлақ салсақ, бал өте пайдалы тағамның бірі екен. Сол балды жасаушы ара бауырларымызбен Таиф қаласына саяхатқа барғыларың келе ме? Кеттік ендеше. Таиф бау-бақшасымен, мол жеміс-жидегімен әйгілі жасыл желекті мекен. Осы қалаға жақын орын тепкен бір ағашқа өз ұяларын салған аралар өте еңбекқор жәндіктер. Күнделікті істейтін істері бастан асады. Күн сайын ұяларын реттеп, ауасын тазартады, әрі ұяларын жылытады. Кішкентай араларды тамақтандырған соң, оларды мәпелеп ұйықтатады. Одан кейін гүлдерге қонып бал жинайды. Жинаған балдарының бір бөлігін өздері жеп қоректенеді, ал қалған бөлігін адамдардың игілігіне ұсынады. Тонтон мен Бонбон да ұяда өмір сүретін мыңдаған аралардың бірі. Бүгін аянбай еңбек етіп, ұядағы жұмыстарын аяқтады. Ұяның алдында жабайы араларды жақындатпайтын күзетші аралар тұр еді. Тонтон мен Бонбон сол күзетшілермен қоштасып, бал жинау үшін ұшып кетті. Екеуі өте көңілді. Бал жинау үшін гүл іздеп жарыса ұшып барады. Тонтон қолындағы жәшігін ары-бері шайқап, «Зыз» деді. «Біздің балымыз адамдар үшін өте пайдалы екен. Сен мұны білуші ме едің?» деп сұрады. Бонбон: «Иә, мен мұны естігенмін. Жақын арада келіп, дайындап қойған балымызды алып кететін шығар. Олардың денсаулығына біздің балымыз өте пайдалы екен». Тонтон: «Құдайға шүкір, Алла бізді осылай пайдалы етіп жаратыпты. Мен адамдарды өте жақсы көремін», деді. Бонбон дәл алдынан біреудің келе жатқанын байқады. «Құдай-ау, мынау келе жатқан біздің апайымыз емес пе?» «Иә, дәл өзі. Меккеде өмір сүретін апайымыз ғой. Неге осыншама асығыс келе жатыр екен?» Содан кейін апай жандарына келді. Асыққаны сонша ентігіп қалыпты. «Сәлем, балалар», деді. «Зыз, ой, біраз демімді басып алайыншы». «Сәлеметсіз бе, апай? Келіңіз, мына гүлдің үстіне отырайық». Тонтон мен Бонбон апайларының екі жағына шығып, гүлдің үстіне отырғызды. Апайлары біраз демалып алған соң Тонтон: «Тыныштық па, апай? Қайда асығып барасыз?» деп сұрады. Балаларым, зыз, сендердің ұяларыңдағы туыстарымды хабардар ету үшін келдім. Білесіңдер, мен Меккеде өмір сүремін. Ғаламның рахым нұры Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды Меккеде өмір сүреді. Міне, сол жайында естіген кейбір жаңалығым бар». Тонтон мен Бонбон әлі бала болғандықтан Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассаламды танымаушы еді. «Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деген кім?» деп сұрады. Ол адамдарды бір ғана жаратушыға сенуге, жақсылық жасауға, көмексүйгіштікке, тазалық пен жарқын мінезге шақырады. Тонтон кішкентай ғана қанаттарын қағып: «Өте тамаша, адамдардың бәрі жаңа дінді зор қуанышпен қабылдап жатқан шығар». Апайлары бұл сұрақты естігенде біраз ойланып қалды. «Қайдам», деді. «Ізінен ерген, еш нәрсеге мойымайтын жанқияр жандар бар, бірақ саны өте аз, ал мүшриктер оған кедергі болуға тырысуда». «Қалай?» «Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дінінен қайтуын қалайды. Егер дінінен қайтса, байлыққа кенелтетінін, тіпті өздеріне басшы етіп сайлайтынын айтып, маза бермей жүр». Ол не деп жауап қайтты? «Сүйікті пайғамбарымыз да алған бетінен қайтар емес. Оң қолыма күнді, сол қолыма айды берсе де, мен дінімнен бас тартпаймын», деп кесіп айтты. Мүшриктер болса, мұсылмандарға жамандық жасап, азаптауын қояр емес. Тіпті ас су жібертпей, аштан өлсін деп отыр. Ал мұсылмандардың ішінен осыншама қиыншылық, азапқа шыдамай, діндерінен бас тартып, кері қайтып жатқандары бар ма? Меккелік апайлары мұртшаларын жайқап: «Жоқ, біреу де дінін тастап, кері қайтқан жоқ. Дін үшін барлық қиыншылыққа шыдаймыз», дейді. Тонтон:
Қандай керемет адамдар, деді. Шіркін, олар осында болғанда ғой, балымыздан жегізер едік. Апайлары үзілген сөзін сабақтады. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям жолындағы кедергі тосқауылдардың ешбіріне қарамастан ел-жұртты ислам дініне шақырудан тынбады. Бүгін қайда келе жатқанын білесіңдер ме? Қайда келе жатыр? Осы жерге, Таиф қаласына. Мен осы қуанышты хабарды сендерге жеткізу үшін келдім. Демалып алдым ғой. Енді басқа туыстарыма да хабарлайын. Жарайды, кездескенше. Меккеден келген ара гүлдің үстінен асығыс тұрып, қалаға қарай ұша жөнелді. Тонтон мен Бонбон екі әлемнің сәруары Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассаламды қатты көргілері келді. Тонтон ызыңдап, мүмкіншілікті жіберіп алмай, барып көріп қайтайық, деді. Бонбон, жарайды, барайық, деп қуанып жауап берді. Екеуі бірге Меккеден Таифқа бастайтын жолға қарай ұша жөнелді. Бұл кезде Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям Зейд бен радиаллаху анху бірге Таиф қаласына да келіп жеткен еді. Тонтон, сүйікті пайғамбарымыз Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалямды көрген кезде көзі жайнап сала берді. Мәссаған, неткен таза нұрлы адам. Бонбон да таңданысын жасыра алмастан, рас айтасың, жүз сондай жарқырап тұр, иә? Қара, Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям Таифтың аузы дуалы ақсақалдарымен сөйлесіп тұр. Оны қалай күтіп алар екен? Шіркін, ақылға келіп, иман етсе десеңші. Тонтон мен Бонбон бір үйдің шатырына барып қонып, олардың әңгімесіне құлақ түрді. Таифтың ақсақалдары Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалямды жақсы қарсы алмады. Айтқандарын тыңдамақ тұрмақ, дауыс көтеріп, балағаттап, жаман сөздер айтып, арына тіл тигізді. Таиф ақсақалдарының бұл әрекеті кішкентай аралардың жанына батты. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям Таифты бірнеше күн болып халықты исламға шақырды. Бірақ құлақ түріп, сенікі дұрыс деген ешкім табылмады. Тіпті соңғы күні тыңдамағандары бұлай тұрсын, Таифтың бұзықтары ит қосып, айтақтап, тас лақтырып, пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалямды қан-жоса қылды. Зейд радиаллаху анху қолынан келгенше пайғамбарымызды қорғауға тырысты. Кішкентай аралар қанша ысылдаса да өз дауыстарын естірте алмады. Қаныпезерлерден қашқан күйі жүзім бақшасына кіріп, жасырынған екеудің артынан кішкентай аралар да ұшып барып, бір гүлдің үстіне қонақтады. Кішкентай аралардың көңілі түсіп, үнсіз отыр. Тонтон, қара, Алланың елшісі дұға жасап жатыр. Не деп жатқанын естіп тұрсың ба? Я Алла тағалам, әл дәрменім азайып, шарасыз қалғанымды, халықтан тепереш көріп, қиналғанымды өзіңе ғана мұңлып шағамын, деді. Тонтон мен Бонбонның көңілі босап кетті. Тонтон, Таиф халқына обалақ, деді. Мынандай керемет кісі оларды пұтқа табынудан құтқарып, дұрыс жолға, ислам жолына шақырды, ал олардың істегенін қара. Дәл сол сәтте Аддас атты құл жүзім бағынан бір табақ жүзім әкеліп, Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламы ұсынды. Пайғамбарымыз бисмилля деп жүзімнен алып жей бастағанда, мұны байқап қалған Аддас сәл аңтарылып, бұл сөзді жергілікті халық білмейді, сіз қайдан білесіз, деді. Пайғамбарымыз, уа Аддас, сенің жұртың қайда? Қай дінді ұстанасың, деп сұрады. Аддас, ниновалықпын, христианмын, деп жауап берді. Демек, сен ақиқаттың бастаушысы Юнус пайғамбардың алейхиссаламның жерлесі болып шықтың ғой. Сіз Юнус пайғамбарды алейхиссалам қайдан білесіз? Юнус алейхиссалам пайғамбар еді, мен де пайғамбармын. Расулалланың саллаллаху алейхи уассаламның соңғы сөздерін естіген Аддас өз құлағына өзі сенбей, сезімін тежей алмай, оны құшақтап, аяғына жығылды. Сол жерде кәлима айтып, мұсылман болды. Кішкентай аралар да бұл көрініске куәлік етті.
Жоқ дегенде бір адамның исламды қабылдауы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның құлазыған көңілін сәл қалпына түсірді. Бұл басынан өткен сонша қиыншылыққа деген жұбаныш еді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Зейд радиаллаху анху сәл тынығып, сергеген соң жүзім бағынан шығып, Меккеге бет алды. Кішкентай аралар да қалар емес. Олардың артынан ілесіп келеді. Ұшып келе жатқан Тонтон кенеттен тоқтай қалды. Ол: «Қара Бон-Бон», деді. «Мына тұрған таулардың әміршісі періште емес пе?» «Иә, сол ғой». Алланың пайғамбары саллаллаху алейхи уассалам да оны көрді. Өз араларында бір нәрселер сөйлесіп жатыр. Таулардың әміршісін Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламге Алла жіберген еді. Егер Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қаласа, таулармен бастыра салып, әп-сәтте мүшриктерді тып-типыл ете салмақ. Бірақ мейірбан пайғамбар Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұны талап етпеді. Ол: «Жоқ, мен оны қаламаймын. Менің жалғыз тілегім Алла осы мүшриктердің ұрпағынан серік қоспай, Аллаға ғана құлшылық ететін бір ұрпақ жіберсе екен», деді. Тонтон мен Бон-Бон Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассаламның бұл жауабын естігенде таң қалды. Таифтықтар әлдігінде ғана оны тыңдамай, таспен басын жарып, денесін қан-жоса етіп еді, тіл дегізіп балағаттағанын көрген. Бірақ пайғамбарымыз сонда да оларға жамандық тілемей, жақсылық тіледі. Кішкентай аралар ызыңдап, расында да Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға жетер мейірімді адам жоқ. Бұдан былай Әзірет Мұхаммедке де, басқа да мұсылмандарға да қол ұшын беріп, көмектесетіндер қатары молая берсін деп Жаратушымызға дұға етеміз, деді.